Фотоэффект құбылысы кванттық механиканың алғы шарттары болған екен. Фотоэффект құбылысында жарық фотон ретінде металл бетінен түсіп, электрондарды ыршып шығады. Онымен қоса фотоэффект құбылысы жарықтың толқын емес бөлшек ретінде сипаттаған болатын. Осының негізінде бізде толқындық корпускулярлық теориясы пайда болған. Және де осы жердегі квант деген сөзі энергия бөлшегі ретінде сипатталынған. Осы толқындық корпускулярлық теорияның тағы да бір дәлелі ретінде Бордың қосымша принципі болған екен. Яғни барлық микрообъектілер толқындық және бөлшектік қасиеттерге ие. Алайда олар классикалық тұрғыдан қарастырған кезімізде олар не бөлшек, не толқын емес. Микрообъектілердің әртүрлі қасиеттері бір мезетте байқалмайды. Олар бірін-бірі толықтырады. Олардың жиынтығы ғана микрообъекті сипаттайды. Шартты түрде айтсақ, микрообъектілер толқын сияқты таралады, ал бөлшектер сияқты энергиямен алмасады екен. Және де осындай сияқты шамаларға бізде бөлшектің импульсы мен координатасы, импульс моментінің бағыты мен шамасы, кинетикалық және потенциалдық энергия, фотондар саны мен электр өрісінің кернеулігін жатқызуға болады. Микрообъектілерді сипаттайтын тағы да бір шама ол бізде электронның спинін. Электронның спині Штернгерлік тәжірибесінен байқауға болады. Штернгерлік тәжірибесіндегі құрылғы N және де S полюстерде көрсететін солтүстік және оңтүстік бағыттарда магниттер орналастырылған болатын. Оның арасымен олар электрондарды атқылаған кезінде осы электрондар тек қана солтүстікте немесе оңтүстікте экранда жинастырылған болатын. Ал егер де біз қарапайым магниттерді қолданған болсақ, олар магнит өрісіне қатысты А экранында барлық жерде үлестіруші еді. Сол себепті бізде электронның екі спині бар екенін аңғарған болатын. Яғни плюс 2-ден 1 және де минус 2-ден 1. Электронның спині сияқты микрообъектілерді сипаттайтын бізде кванттық сандар бар. Кванттық санның ең біріншісі ол басты кванттық сан, олының мәндері 1, 2, 3 және шексіздікке дейін таралады. Яғни ол бізде деңгей энергиясы, немесе басқаша айтқанда ядродан орташа қашықтығын сипаттайды. Егер де n шексіздік болса, электронның ядромен қарым-қатынасын жоқтығын көрсетеді. Яғни n үлкен болған сайын біздің энергиямыз да төмендей түседі. Екінші бір кванттық сан ол орбиталь 0, 1 немесе n-1 болып табылады. Қозғалыс мөлшерінің орбиталь моменті болып табылады. Кеңістіктегі орбитальдың орналасуын көрсетеді. Негізінен келесі әріптік символдарды қолданады: 0, 1, 2, 3 және де 4. Келесі бір кванттық сан ол бізде магниттік -L, 0 немесе 1 мәндерге ие, ал барлығы 2L қосылған 1 мәндерге ие болып табылады. Оның сипаттамасы ретінде магниттік моменттің өзіндік ориентациясы саналады. Магниттік өріске орналастырғаннан кейін әртүрлі M1 ие болатын орбитальдар әртүрлі энергияға ие. Және де біз қарастырған ол электронның спині плюс 2-ден 1 немесе минус 2-ден 1 болып табылады. Ол орбиталь қасиеттеріне тәуелді емес. Оның сипаттамасы ретінде қозғалыс мөлшерінің өзіндік проекциясы болып табылады. Және де оны белгіленген кезімізде жоғары немесе төмен бағытталған бағдаршамды көрсетуге болады. Келесі Паули принципі ол бізде кванттық сандармен тығыз байланысты. Яғни бір атомның ішінде барлық 4 кванттық сан бірдей болатын, бірдей қасиеттерге ие 2 электрон бола алмайды. Ол жарты спині бар барлық бөлшектерге әсер етеді, яғни фермиондарға, ал мысалы бозондарға қолданылмайды. Келесі бізде ол Гейзенбергтің белгісіздік принципі. Гейзенбергтің белгісіздік принципі ол бізде жарықтың толқындық корпускулярлық теориясының тағы да бір өрнегі ретінде көрсетіледі. Гейзенбергтің белгісіздік принципі бойынша бөлшектің координатасы мен импульсы бір мезетте белгілі болатын күйде бола алмайды. Яғни, егер біз координатаның дәлдігін жоғарылатсақ, онда импульс мәнін дәлдігін кемітеміз. Яғни, координата мен импульсінің көбейтіндісі ылғи келтірілген Планк тұрақтысының жартысына тең болуы тиіс. Тең немесе одан көп болуы тиіс. Келесі бізде Гейзенберг тағы да бір
математикалық аппаратты құрастырған болатын, яғни оның матрицалық механика, координата, импульс, энергия және импульс моменті сияқты динамикалық шамаларды матрицалар ретінде көрсетіп, оның микроскопиялық жүйенің динамикасын сипаттаған болатын. Ал егер де мысалы біз Гамильтон матрицасын қолданылсақ, онда біз спектр энергиясын және де осы динамикалық шамалардың векторлық табиғатын ескермеуші едік. Ал осындай матрицалық механика атомдағы жұтылған немесе шашыраған дискретті кванттарды сипаттау үшін өте қолайлы болған. Келесі тағы да бір математикалық аппарат, ол бізде Босе, Эйнштейн мен Ферми-Дирак статистикасы болып табылады. Егер де бізде n бөлшектерден тұратын термодинамикалық жүйе болса, және олардың энергиялары дискретті мәндерге ие болса, онда біз кванттық сандар жүйесі туралы айтамыз. Бозе-Эйнштейн үйлестіру функциясы ол толық спині бар, яғни өзінің қозғалыс моментіне ие болатын кванттық бөлшектерге таралады. Яғни бозондарға тиесілі. Мысалы, фонондарды энергетикалық деңгейде үйлестіруі. Ал Ферми-Дирак үйлестіру функциясы ол жарты спинге ие болатын кванттық бөлшектерді қарастырады. Мысалы, фермиондар, қатты денелердегі электрондар, протондар және нейтрондардың үйлестіруі.